қорқыныш, қуану, қайғыру, жылау қосылып алса, онда бірінші назарға эмоция алынады, және бұл сіздің табиғатыңыз болып кеткен. Ал ол табиғатты сіз уақытша қызықтармен жаңағы жеңген кезде, алдаған кезде ол сіздің түсіңізге кіріп алған болып саналады. Оны бір стақандағы сумен салыстырайықшы. Мысалы, бір лай суды алсаңыз, лай суды стақанға құйып қойсаңыз, ол құйып алып келгенің үшін лай тұрады, лай болып тұрады ол. Содан кейін оны ешқандай тиіспей қойып қойсаңыз, ол лай су өзінен өзі тұп-тұнық болады да, ана лайлардың бәрі астына жиналып қалады, терең жағына, түбіне стақан жиналып тұрып қалады. Су тап-таза тұнық айналады. Міне, осы сіздің қазіргі уақытша кезеңіңіз. Енді оны бір қасықпен, бірдеңемен бүйтіп айналдырып араластырып жіберсеңіз, ол қайтадан лай суға айналады. Бұл сіздің табиғатыңыз, міне. Көрдіңіз ба? Яғни түсіңдегі эмоционалды түстер, бұлар сіздің табиғатыңызды білдіреді. Адам түсінде не үшін қорқып жүреді? Адам түсінде неге қуанып жүреді, жылап жүреді, депрессияда жүреді түсінде? Түсінде өзіне өте сенімсіз болады, күмәнданып жүреді, әсіресе изменщиктер, яғни күмәнданып, изменаға. Неге түсіңде осындай эмоциялар болады, бірақ өмірің тып-тыныш? Яғни осындай түс жорытатын адамдардың негізі өмір жақсы келеді. Бір қарбаласта жүр. Керемет бір. Тұрмысқа шығып жатырмын, бала туып жатырмын, бала қарап жатырмын, үйленіп жатырмын, басқа қалаға жұмысқа кеттім, шетелге кеттім. Үйімнің ішінде мебелдің ауыстырдым, екінші этажды құрдым, сондай бастық болып кеттім, сауда бастадым. Өмірінде әйтеуір тірліктер болып жатыр, қарбалас. Бірақ түсінде неге қорқыныш көре берем дейді. Неге көре бересіз? Оның себебі сіздің табиғатыңыз осы эмоцияларға толы болған. Сіздің әдеттегі осы бір өтпелі кезең, осындай үйлену, туу, шетелге кету, өтпелі кезеңдерден тыс сіздің күнделікті тұрмыс тіршілігіңізде негізі сіз қорқақ адам болғансыз. Негізі сіз депрессияда жүретін адам болғансыз. Негізі сіз сенімсіз, өзіңізге өте сенімсіз болғансыз. Момент келді, сіз қазір сәттілік сізге күлімдеп тұр, өте жақсы, жарқын өмір сүріп жатсыз, сенімсіздігіңіз жоқ болып кетті. Мен жақсардым деп ойлап жатсыз. Көрдіңіз ба? Яғни сіз өміріңіздің бір өтпелі кезеңде бір қуаныштар болып жатқаннан кейін эмоцияларыңызды бір жаққа апарып жасап тастадыңыз. Әдеттегі эмоциялар. Негізі қорқақсыз, негізі күмәншілсіз, олар жоқ болып кетті қазір. Енді осы кезде нүкте қараңыз. Дәл осы кезде сіз түс көресіз. Өміріңіз идеальный болып жатқан кезде сіздің түсіңіз не идеальный? Қорқыныш, күмән, депрессия болып кетеді. Неге? Өйткені ол сіздің табиғатыңыз. Сіз табиғат қорқынышпен өмір сүріп үйреніп қалғансыз, қорқып жүріп шешім қабылдайсыз, сенімсіздікпен бәланбай вариант таңдайсыз, адамға күмәнданып жүріп сонымен жасай бересіз. Осының бәрі сіздің табиғатыңыз. Табиғатыңыз сіздің жойылған жоқ. Сіз оны бір укол салып, дәрі ішіп, немесе бір жерге бір терапиядан өтіп, оны жоғалтқан қойған жоқсыз. Сіз жай ғана ана компьютер қойған бала сияқты өтпелі кезеңдегі болып жатқан қызықты оқиғаларға алданып қалдыңыз да, мына сіздің табиғи міне эмоцияларыңыз бір бұрышта бүйтіп тұрып қалды, не істеймін деп. Енді қараңыз, сіз бала қарағанға, туғанға үйреніп қаласыз, отбасылы болғанға үйреніп қаласыз, шетелге кеттіңіз, сол шетелге үйреніп қаласыз. Мебелдерді ауыстырдыңыз, үйреніп қаласыз, екінші этаж салып алдыңыз, үйреніп қаласыз 1 жыл 6 ай. Енді осы 1 жыл 6 ай өткеннен кейін қайтадан сіз қорқа бастайсыз, сіз сенімсіздікке айналасыз, ал түсіңіз жақсарып қалады, ауысты. Бұл неге олай болады? Себебі адамның эмоциялары басылмайды, кетпейді, содан болды. Яғни сіз емдемедіңіз, ол содан болып жатыр. Өйткені мидың сіздің әдеттегі нәрсеңіз бері үйреніп қалғанда, сол себепті ол болып жатыр. Яғни бұл жерде біз нені айтып отырмыз? Көп адам маған түс жорытқанда, мысалы, түсіңде қорқып жүреді. Қорқыныш деген не? Бір жерде жалғыз қалып қалады, қараңғыда жүреді, бір айуан албасты бірдеңе қуалап жүреді. Ол қорқып атады. Немесе өлген адам келіп алады, қорқып атады. Қорқыныш. Неге десең, онда ол айтады, алдын қорқақ болғам дейді. Қазір мен өмірім жақсы дейді. Главное мына жерде ең басты айтады кететін нәрсе, адам қорқынышты мойындамай тұрады. Мен қорқақ емеспін. Неге? Өйткені ол сұрақ жауап кезінде белгілі болады оның сол
чет элге кетүүгүнө, жанагы айткан нерселерге убакытча бир кызыктарга дайындалып атканы. Сол себепти ол жана коркунучун унутуп калды. Сондуктан ол мага жооп берет сурак кезинде. Менде қазір баары жакшы деп. Сосын казбалай осудан бир 2 жыл, 3 жыл мурунку немесе ай мурунку адетин сурасаң, негизи коркак болгом дейди. Негизи коркунучпен жүрөм, көп коркам дейди. Міне көрдүңүзбү, түсүңүздөгү коркунучтар осуну билдирет. Биз коркунучту айтып атырмыз түстөгү. Эndi түстөгү жана башында тизип өттүк го эмоцияларды. Эндиги эмоция бизде кубаныч. Адам түсүндө кубанып жүрөт. Неге билесизби? Өйткөнү ол адам өмүрдө депрессияда жүрөт. Өмүрдө депрессияда жүргөн адам түсүндө кубанычта жүрөт. Баары күчтүү, керемет болуп атады. Каалабын нерседен көңүлү калды, сол нерсени алып бакыттуу болуп жүрөт. Неге? Өйткөнү депрессия биздин табигатыбыз эмес, адамдын табигаты эмес депрессия деген. Сол себепти энди сиз андай жанагы айтады го, созулмалуу депрессиялар, ол башка әңгиме болот. Жалпы адам кыска мерзимдеги депрессияга түшүп кеткен кезде түсүндө кубанычтарды көрөт. Ягни бир адам түсүн жорутат. Мен түсүмдө кубанып жүрмүн дейди. Ал ол нерсени ол адам жорутканда үмүтпен жорутуп атыр, ол жакшылыкпен жорутуп атыр. Мына жорушу маган азыр түсүмдө кубанып атканына байланыштуу мен депрессиядан чыгаратын мага кубанычтуу нерсе айтып берет дейт. Бирок сиз аны сураштыра келсеңиз, ол адам өзү депрессияда жүргөнүн айтат. Депрессиядамын, стресстемин, апатиядамын жиберет ол. Сурак коюу дагы маңызын айта кетейик. Сурак коюу ол сиз түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү деп сурак коюлмайт. Сизге жай гана бир сурак коюлганда сиз өзүңүздүн проблемаңызды айтып бересиз. Сөйтүп ол адам өзүнүн депрессияда жүргөнүн айтады, ал онун депрессияда жүргөнүнө түсүнүн натыйжасы кубанып жатыр. Неге? Өйткөнү ол депрессиядан жалыкты. Ол депрессияда жаткысы келмейди. Олдун денеси кадепки өмүргө түшкүсү келип атыр. Кадимки ишип жеп кубанып жүргүсү келип атыр. Сол себепти ол өзүн оятуу максатында сол түстөрдү көрсөтүп атыр. Күмән өзгеге жана измена көбүнесе айелдин, күйөөдүн изменасы көп түсүндө көрөт адамдар. Ол өйткөнү адам ондай адамга да сурак коюлганда өмүрүндө бир ирет болсун күйөөүнө, айелине күмөнданат. Мага измена жасады деп. Ол өмүрү бою күмөнданып келе жаткандан кийин бир кезде унутуп калат күмәнин. Неге? Өйткөнү жобо оган көңүлүн аулаган болуу мүмкүн, гүл сыйлаган болуу мүмкүн, киного алып барган болуу мүмкүн, эдеме алтын, бриллианттар, күчтүү заттар алып берген, iPhone 17 сыйлап тастаган болуу мүмкүн. Содан онун жүрөгү жанды да, ой менин махаббатым деди да, күмәнди унутуп кетти. Бирок түсүндө күйөөү жарыктык башка кызга соларды иштеп атыр. Неге? Өйткөнү сиздин күмәниңиз өмүрдөн кеткен, түсүңүзгө келип алды. Сенимсиздик да дәл солай. Түсүндө өз-өзүнө өтө сенимсиз жүрөт адам негизи өмүрдө сенимсиз. Жана сөзүмдүн башында уну бирок айтып кеттикпиз, Ол кезде адам өтө Кудайдын берген сәттүүлүгүндө жүрөт дагы. Менин жолум болду, энди мен бурунгудай эмесмин деген ойдо калат дагы. Жанагы убакытча болсун өзүнө деген сенимсиздикти өчүрө турат. Сонун әсеринен ол түсүндө сону көрүп атады. Ягни биз мында нени түшүндүк? Эфирде болсун, WhatsApp'та болсун коюп атат. Түсүмдө коркуп жүрөм, түсүмдө жылап жүрөм, кубанып жүрөм. Бул нени билдирет? Бул сиздин табигатыңызды билдирет. Сиз өзүңүз солсуз. Ягни биз бул жерде мән бериңиз. Биз эмоцияларды айтып атабыз, сезимдерди айтып атырмыз. Символика деген нерсе бар. Кээ бир адамдар коркунучтуу түс көрдүм деп айтат, бирок символикасы болот анын. Символика бул коркунучка жатпайт. Символика деген эмне? Бул телефон, күйөө, машине, тал, жылан, маркум адам, бул символика. Булар катышкан жерде символикага жорулат, ол ар түрлүү кателигиңе немесе сүйүнчүсүнө жорулуп атат. Ал энди дәл осы символикалар турган телефон, агач, жылан тор, бирок коркунуч, кубануу, кайгыруу, жылоо кошулуп алса, онда биринчи назарга эмоция алынат жана бул сиздин табигатыңыз болуп кеткен. Ал табигатты сиз убакытча кызыктар менен жанагы жеңген кезде, алдаган кезде ол сиздин түсүңүзгө кирип алган болуп саналады.